Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен баклажаннан өте дәмді, ерекше салат дайындайтын боламыз. Баклажандарымыз қытырлақ, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен баклажанымызды жуып тазалап, осылай сыртқа қабығын алып тастайтын боламыз. Барлығын толықтай алатын боламыз. Біздің баклажандарымыз дайын. Енді бірнеше бөлшектерге бөліп, турап алатын боламыз. Қалаған формаңызда тура берсеңіздер болады. Баклажанымызға салқын су құйып, кішкене уақыт қойып қоясыздар, сонда қышқыл дәмі кететін болады. Құрғақ шашыққа немесе салфеткеге осылай жайып қоясыздар. Енді соус дайындайтын боламыз. Чесногымызды майдалап турап, немесе үккіштен өткізіп аласыздар. Содан соң укропымызды майда етіп турайтын боламыз. Енді соевый соус қосамыз. Қалауларыңыз бойынша лимонды сығып қоссаңыздар болады. Осылай барлығын толықты араластырып, соусымызды дайындап алатын боламыз. Енді баклажанымызға крахмалымызды қосып, толықты араластырып шығасыздар. Осылай барлығы крахмалға малуы қажет. Алдын ала майымызды қойып қоятын боламыз. Қызып тұрған майға баклажандарымызды салып, қызарғанша пісіретін боламыз. Біздің баклажандарымыз осылай өте әдемі болып қызарып пісіп жатыр. Осылай қытырлақ, өте әдемі болып шығады. Енді помидорларымызды осылай бірнеше бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Енді барлығын бір ыдысқа саламыз. Баклажан, помидор және де соусымызды қосып, толықтай араластырамыз. Өте дәмді салат шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Біздің салатымыз дайын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Баршаларыңызға ас болсын.